Албан Тазабек батыр. Тазабек Албан ішінде Әлмерек бабаның Жәнібек тармағынан тарайды. Ол жайында мен оқыған жазба дерек 1846 жылдың 23 маусымынан басталады. Сол күні Албан, Суан, Дулат, Шапрашты, Жалайыр тайпаларының сұлтандары мен билері генерал Вишневскийдің қатысуымен орыс қол астына қарайтын болып келісімге қол қояды. Бұл рәсім қапалда өткен болуы керек. Өйткені ұлы жүз қазақтарын басқару орны 1862 жылға дейін сонда болған. Осы құжатта Тазабектің де қолы мен мөрі бар. Онда Тазабектің аты жөні орысша Пұсырманов деп көрсетілген, ал арабшасында Мұсылманов деп тұр. Бәсе деймін-ау, 19 ғасырдан бұрын қай қазақ баласына Пұсырман, Басырман деп ат қойсын-ау. Ол сөз жоқ, орыс шенеуніктерінің бұрмалауы. Медеу шатқалын иемденген кісінің де аты жөні осы тектес өзгертілген деп ойлаймын. Төре тұқымына жатпайтындықтан Тазабек әрине ол кезде сұлтан болмады. Әрі би, әрі ру басы екені даусыз. Атағы билігі болмаса, тайпа атынан ұлы жиынға қатысуы екі талайды. Тазабек жайындағы одан кейінгі деректі Шоқан Уәлиханов қалдырған. Ол өзінің Қашқарға сапары жайында Қашқар күнделігін жазып қалдырғаны баршаға мәлім. Ол күнделік алғаш Әлке Марғұланның құрастыруымен шыққан 5 томдығына Қашқар күнделігінің бір нұсқасы болып енген екен. Сонда Шоқан 1859 жылы 14 қыркүйекте Қулық тауына Кеген өзеніне қалай барғанын жазады да, Кеген өзенінің бойында отырған Тазабек ауылында 4 күн аялдағанын айтады. 1846 жылдан бері 13 жыл өткен. Ол кездің салт дәстүріне ой жүгіртсек, төре Шоқан кез келген үйге қона салмаған. Қасындағылары онда жерге қондырады қоймаған. Соған қарағанда Тазабек өз тайпасының ортасында өте беделді адам болған. Сол сапарында Шоқан Тезек төренің Боранбайдың суретін салып, олар жайында пікірін жазып қалдырса, Тазабек туралы түк айтпайды. Неге? Ұнамаған ба? Ұнамаса ондай ауылға 4 күн бойы айылдай ма? Менің ойымша, екеуінің арасында айтуға болмайтын әңгімелер болған. Тазабек сірә Шоқанның айтқысы келе бермейтін жағдайларды да сұраған болуы керек. Оған Шоқан да жауап та бермеген болар. Сондықтан ол Тазабек туралы тәптіштей бермеген. Менің олай ойлайтын себебім, арада 4-5 жыл өтер-өтпес орыс ұлығынан прапорщик деген атақ алған Тазабек орысқа бағынбайтын болып шыға келеді ғой. Өзі де көтеріліп, албандарды да көтеріп, Колпаковскиймен ашық соғысуға шықты емес пе? Оның біріншіден өз көрген білгені әсер етсе, екіншіден Шоқан сияқты өзі сыйлаған оқымысты адамның кей пікірде әсер етуі әбден мүмкін емес пе? Орыстың түпкі пиғылын Тазабек батыр тереңнен аңғарған. Мен әй дүние-ай романымда орыс жайындағы болжамын былай түйіндедім. Бір орыс бауыр, 5 орыс ауыл, 100 орыспен санасасың, 1000 орысқа бағынасың. Орыстардың ағылып келіп жатуына, оларға Колпаковскийдің еш шұрайлы жерлерді беруіне ол көңіл аудармады деймісіз? Соның бәрінен ой түйген әрі ақылды әрі көреген Тазабек еш әрекетсіз жүре беруі мүмкін бе? 1846 жылдан кейін арада 66 жыл өткенде 1912 жылы орыс шенеунігі Румянцев Петербургтен Держанский уезд деген кітап шығарады. Ол сол кітаптың алғы сөзінде Жетісу өңірінің арғы берге тарихына біраз шолу жасайды. Моғолстанның моңғол деп қалмақтың Қытайдың ара қатынасына да шолу жасайды. Соның бәрін айта келіп, Құлжа аймағындағы дүнген тараншы көтерілісіне де тоқталады. Осы кезеңде прапорщик Тазабектің де үлкен оқиғаға қатысы болғанын тұжырымдап қана айта кетеді. Сірә өзінің де
саяси жағдайын ойлаған болуы керек. Тазабек жайында Румянцев егжей-тегжейлі тоқталмайды. Себебі ол кезде Румянцевтің өзі жандармның бақылауында болатын. Ол Петербургтегі үлкен шенеуніктің баласы болатын. Сонда оқып жүргенде студенттердің ереуіліне қатысып, содан кейін үнемі жандармның бақылауында жүретін. Әуелі Қазақстанның Арқа өңірінде қызмет атқарып, содан Жетісуға келген еді. Кейін келген Лепсі, Қапал, Жаркент, Верный уездері және тараншылар жайында кітабы шыққан соң ғана көші-қон басшысының өтініші бойынша жандарм бақылауынан босатылғанды. Сондықтан болу керек, ол дүнген тараншы көтерілісінің мән-жайына да көп тоқтамайды. Содан кейін 1871 жылдың 12 маусымында генерал-майор Колпаковскийдің Борақ-Қожардан Көктал ауылы аттанып, 19 маусым күні Сүйдінді, 21 маусымда Құлжа қаласын басып алғанын ғана айтады. Тараншының басшысы Әбіл оғлы ханның әрі орысқа берілгенін және Тазабекті оларға ұстап бергенін ғана жазады. Румянцевтің айтуы бойынша 1881 жылы Петербург келісімі болып, Құлжа қаласын қытайларға қайтарғанын, 1882 жылы Жаркент уезі құрылғанын, оған дейін іленің оң жағы Қапал уезіне, сол жағы Верный уезіне қарап келгенін атап өтеді. Сөз барысында атап кетуге болады. Румянцев кезінде қалмақтың қонтайшысы Ғалдан Башоқты мұсылмандықты қабылады десе, іленің сол жағындағы тауды Ұзынтау деп атайды. Нарынқолдың Қырғыз сайдың негізі 1878 жылы қаланған дейді. Құлжадағы тараншылардың қазақ жеріне қоныс аударуы да 1881-82 жылдары дейді. Осы кезеңнің тарихына біз әлі терең бойлай алмай келеміз. Шындығына келсек, бұл кезең үлкен тарихи кезең. Оған себепші әрі патша үкіметі үшін сенімсіз болған Албан Тазабек батыр және оның жақтастары сол кезеңнің оқиғасын баяндайтын құжаттар мемлекеттік мұрағатта Құлжа ісі Құлжинское дело деген атпен сақтаулы. Бұған дейінгі деректе 90 жылдан соң Ілияс Жансүгіров жазған екен, алайда ол дерек бізге өз кезінде жетпепті. Бірақ бір себеппен сақталып қалыпты. Ілекеңді халық жауы ретінде тергеген орыс жалғызбасты үйленбеген кісі көрінеді. Ілекеңнің қолжазбалары өртелді депті де өртемей сақтап қалыпты. Тергеуші орыс өлген соң оның үйінде сақтаулы жатқан арабша жазылған қолжазбаны оқыту үшін көршілері мұрағат қызметкерлерін шақырса, оның бәрі Жансүгіровтің қолжазбалары екен. Соның бәрін кезінде облыстық мұрағаттың басшысы Сәуле Боранбаева деген қарындасымыз жеке кітап етіп шығарды. Мен оған арнайы мақала арнадым. Қолжазбаның ішінен Жетісу атты қолжазбада табылған. 2001 жылы ол да жеке кітап болып басылды. Сол кітапта 1730 бен 1916 жылдар аралығындағы Жетісу өлкесінің тарихы баяндалады. Ілекеңнің Тазабек жайында жазған деректерінің бәрі де дәл әрі құнды. Құлжа қаласындағы тараншылар Қытай басшыларына қарсы көтеріліп, оларды жеңгенін, Абыл ұлы деген тараншыны хан көтергенін жазады. Жетісу кітабы 2001 жыл Алматы 50 бет. Кейін орыстан қашқан Албан Тазабекті бермеген себепті сылтауратып, орыс Құлжа ауданына аттаныс жасап, тараншыдан Құлжаны алды. Орыс Құлжа округіне қожа болып 1881 жылға шейін тұрды. Сол жылда Қытай мен орыс өкіметі келісім жасап, Құлжа ауданы Қытайға қайтарылды. Құлжа Қытайға берілген соң, ондағы тараншы дүнген қазақ қалмаққа Қытай баяғысын бастады. Тараншы дүнгенде орысқа қарап, Жетісуға қоныстануды орыстан өтіне бастады дей келіп, орыс өкіметі Қытайдан 55 мың жан алатын болғанын жазады. Одан ары Ілекең былай дейді: Қытайға шекара елдегі бұғы қырғыздары қазақтың албан руы орысқа орнықпай кер қайзаңдық қылды. Мұның бірі Албан Тазабек. Тазабек тараншы ханымен сөздес болып орысқа бағынғысы келмейді.
Албандағы құрман Саурық деген кісіді орысқа бағындырмай, ең болмаса Алжанды ажыратып алғысы келеді. Оған ерген Албанның кейбірін Құлжа маңына көшіреді. Бұған Бұғы қырғызы да қосылады. Саурық, Отыш, Жетен деген адамдарды орыс ұстауға шығады. Саурықты орыс қуып Қытайдың Суасу деген жерінде жатқанда 30 қазақ орыс қазақтан басшы апарып Саурықты ұстайды. Мұның қолында қырғыз Балбай деген болады. Бұл екеуін Алматыға әкеліп абақтықты өлді қылып көзін жоғалтады. Тазабек орысқа қарсы дегеннен Тазабекті ұстауға Алматыдан 100 казак орыс шығады. Тазабекке орыс шықты дегенде Тазабек шындап атқа мініп, жақын жердегі орыс қарауылдарын өлтіреді. Тазабектің жинаған азын аулақ жасағы болады. Тазабекті қуған орыс іле бойында Тазабекпен кездесіп, атыс болып, екі жақтан да бір қауым кісі өледі. Ақырында Тазабек тайқып, Қырғызсайды басып, сүмбіден асып, Құлжаға кіріп кетеді. Тараншы ханы Абыл ұлының қол астына барып кіреді. Орыс Ушаков Тараншыға тап беріп Құлжа маңына әскер аттандырады да, бұл әскер Шәлкөдені басып жүрді. Албан жиналып Есенгелді деген кісіні хабарға жібереді. Тараншылар шабынысып орысты тосады. Орыс Тараншыға кісі салып Тазабекті сұрайды. Тараншы Саурықты сұрайды. Екі жақ сөзге келсе алмай, орыс бұлады. Ол жолы Тараншылар орысты табандатып жатып, бірталай адамын өлтіріп әскерін қашырды. Колпаковский қайта күш жинап Тараншыға аттанады. Іленің екі жағын өрлеп, орыстың көп әскері жүрді. Колпаковский өзі де осы жорықтың ішінде болады. Орыс тепкісіне шыдамай, Тараншы орысқа бағынады. Тараншылар Тазабекті Колпаковскийдің қолына береді. Бұл жолы Шалтабай деген Саурықтың інісін де орыс ұстайды. Бұл 1871 жылы еді. Тазабекті орыс түрмеде Саурықшылатып өлтіреді. Шалтабайды Сібірге айдайды. Шалтабай сол кеткеннен 10 жылдан соң қайта елге қосылады дейді Ілекең. Содан кейін сондағы Шалтабай өлеңінен дейді де, шақшаның ішіне мана Байбақовтың жинағанынан алыны деп ескертеді. Ол Байбақов кәдімгі археолог Карл Байбақовтың атасы. Кезінде өткен ғасырдың 20-шы жылдары Жаркент уезінің бастығы болып біраз істеген адам. Ал Ілекең одан жазып алған өлеңде мынандай шумақтар бар. Үш қара тең-текес қайран жерім, қайғысыз, қамсыз өткен қайран елім, кәпірдің уысына қалдың түсіп, күн болмас баяғыдай енді тегін. Сөйтіп бір толғаса қолына түсіп орыстың, көрдім дүниені жалғанын. Тазабек Саурық күш қоспай Тараншыға сенем деп, тістеулі кеттау бармағым, ішімбе кеттау арманым деп екі толғайды. Қожеке сенің әкең назар еді, жігітке жүрген жері базар еді. Іліпбай Саурық ағам аман болса, артымнан бір қағазды жазар еді деп барып былай қайырады. Менің атым Шалтабай, асылдан соққан балтадай, Сібірге айдап барады, на кәпір қайтедай. Шалтабайдың бұл әнін бұл күнде Тілеулес Құрманғали ініміз елге жақсы таратып жүр. Ілекеңнің бұл деректері Тазабек батырдың ірі тарихын тұлға екенін толық айғақтайды. Біріншіден, Тазабек пен Саурықтың орыс отаршылдығына қарсылығы Жетісу қазақтарының орысқа қарсы тұңғыш көтерілісі. Екіншіден, ол көтеріліс Құлжадағы ұйғыр дүнген көтерілісіне үн қосты. Сол арқылы орыс отаршылдарын қатты сескендірді. Үшіншіден, Тазабек пен ұйғыр Абыл ұлының бірігіп кетуі орыс әскерінің Құлжаны басып алуына себеп әрі сылтау болды. Төртіншіден, 1881 жылы Петербург келісімі бойынша Құлжа ауданы Қытайға қайтарылып, есесіне Іленің оң жағындағы қазақ жерінің шекарасы Көкталдан Қорғасқа дейін, сол жақ шекарасы Текестен Сүмбеге дейін ұзартылды. Сол арқылы Ақтабан шұбырында Алқакөл Сұлама зобалаңының соңында
1745 жылдан 1770 жылдың соңына дейін соғысып, шығыс шекарамызды белгілеген Райымбек Түке баласының қалмақтарымен келісім жасасқан шекаралық меже қайтадан жүзеге асты. Бұл қазақ елі үшін үлкен жетістік еді. Бесіншіден, Қытай езгісінен қашқан ұйғыр тараншы Дүнген мен Құлжа маңындағы қазақтардың Жетісуға қоныс аударуына Тазабек көтерілісі сәтті себеп болды. Ілекеңнің жазуынша, Құлжа маңынан қазақтың Суан тайпасынан 25 мың адам, 45 мың тараншы Жетісуда 1882 жылы құрылған Жаркент уезіне келген, ал Бішкек маңындағы Қарақоңыз деген жерде 4 мың дүнген орналасқан. Сонымен Румянцевтің есебінде 1910 жылы Жаркент уезіне 89.985 қазақ, яғни 27%, 41.131 тараншы, 20%, 13.749 орыс, 8.5% және 12.345 басқа да халықтар 7% болыпты. Алтыншыдан, халық көбейіп жаңадан Жаркент уезінің ашылуына да Тазабек көтерілісі себеп болды. Азат өмірді армандаған, сол жолда қаза болған Тазабек батырдың ұрпақтары да қазақтың тәуелсіздігі үшін кейінде патша билігіне қарсы қаймықпай бас көтерді. Соның бірі Тазабектің тікелей ұрпағы Абу Бәкір Сұлтанбекұлы 1916 жылы ұлт азаттық көтерілісінің хас батыры. Жоғарыда аталған Жетісу кітабында Ілекең Абу Бәкір Сұлтанбекұлының естегісі деген тақырыппен 1916 жылғы бастан кешкенін өз аузын жазып алыпты. Сонда Абу Бәкір, менің әкем Тазабек албанында орыс алғанда қарамаймын деп қараланып жүріп орыстан оққа ұшып өлген екен дейді. Демек, арада ғасырдай уақыт өтсе де Тазабектің ерлік тарихын ұрпағы да халқы да ұмыта қоймаған. Абу Бәкір болыс болған орыстың албан еліндегі басқарушысы. Подбарков пен қазақтар оны Ақжелкес деп атап кеткен. Жақсы таныс сыйлас болған, алайда үйін жарлығынан кейін Подбарков Абу Бәкірді танымайтын кісіше оған еш көмек көрсетпейді. Танымаған кісідей бола қалады. Орыс солдаты Абу Бәкірдің торы атын тартып алып, атын сұрай барған, оны сабап түрмеге жауып тастайды. Содан тұтқын қазақтарды Қарқарадан Қарақол түрмесіне айдап барады. Тұтқындардың Қарақол түрмесінде қандай күйде болғанын жазып қалдырған бірде-бір адам осы Абу Бәкір. Ілияс Жансүгіровтің арқасында оның естегісі талай тарихи шындықтың бетін ашуға көмектесіп келеді. Абу Бәкір Мұхтар Әуезовтің Қилы заман шығармасындағы бас кейіпкердің бірі. Ол шынында да 1916 жылғы албан көтерілісінің белгілі басшысының бірі әрі куәсі. Абу Бәкір өте тез қатар, қызу қанды, кез келген істі тез қолма-қол атқарып тастайтын адам болған сияқты. Оның батыл ержүрек болғанын әйгілейтін оқиға аз емес. Қарқарадағы тұтқындарды Қарақолға айдап бара жатқанда, ол өз атын мініп жүрген солдатты атынан жұлып алып, соған міне сап қашпақ болады. Өз атының ұшқырлығын біліп, соған сеніп, солай ойлайды. Бірақ ол ойынан қолма-қол бас тартады. Мен құтылып кеткенмен, ана екі шалдың жағдайы қалай болады дейді де, дереу ес жиып, ана екі шал деп отырғаны екі ағасы Жәмеңке мен Ұзақ. Сол екеуі үшін тұтқын болып кете баруға бел буады. Қандай қазақы, қандай бауырмал қылық. Абу Бәкірдің адамгершілігін әйгілейтін кісілігіне куә болатын оқиға. Оның сондай іні екенін ағалары Жәмеңке мен Ұзақ та жақсы білген. Оған дәлел түрме ішінде екеуінің де соның айтқанымен әрекет жасауы. Сөзіміз бір жерден шықсын деп Абу Бәкір екі ағасын сот алдында қалай сөйлеуге де ақыл қосады. Сот алдында саспай өзінің еркін ұстауына қарап, Абу Бәкірдің қандай адам болғанын айқын аңғару қиын емес. Ол өзін сот алдында айдап апарған қарауылдың мылтығын қолынан жұлып алады. Оны көріп сотта қасындағылар мен қарауылдар да қатты сасады. Абу Бәкір ғана саспайды. Қарақол түрмесінен өзінің де өзгенің де қашып шығуына оның қылығы себеп. Түрмені әдейі өртеп, бұларды өртеніп өлді деуді жоспарлаған солдат сыртынан келіп
кекесін көрсеткенде Әубәкір түрме есігіндегі тесіктен оның шинелінен шап беріп, жан даусын шығарта қорқытады. Ұзақтың есікті қайрат деген бұйрығын естіп, түрме есігін тас талқан етеді. Атып жатқан мылтықтың ұңғысын шап беріп, ішке тартқанын қайтерсің. Үш жерінен оқ тиіп жараланса да, түрмеден қашқан біраз қырғыз бен қазақты қоршаудан сыртқа көтеріп шығарады. Сол өжеттіліктің арқасында аман қалып, азын-аулақ малын айдап, Қытай асып кетеді. Одан аман оралады. Қысқасы, нағыз ержүрек батыр адам екені бүкіл іс-әрекетінің әйгілі болып тұрады. Оның естегісі болмаса, Қарақол түрмесіндегі бүкіл жағдай бізге белгісіз болып қала берер еді. 1916 жылғы албан көтерілісінің екінші бір ірі тұлғасы Жақыпберді Сұлтанбекұлы. Ол да Тазабек батырдың ұрпағы, Әубәкір батырдың туған бауыры. Оның ерлігін бізге жеткізуші албан көтерілісіне белсене қатысқан Іргебай Дәлденбаев ақсақал. Алматы облысының мұрағатында о кісінің 1916 жылғы көтеріліс туралы естелік деген қолжазбасы сақтаулы. Ол жазбаны сол кездегі мұрағат басшысы Сәуле Боранбаева қарындасымыз мұрағат жанынан шығатын Туған журналында 2003 жылы 1-2 санында жариялайды. Орысқа қараймыз деп 1846 жылы Тазабек қағазға қол қойып, мөрін басқанмен Іргебай ақсақал 1864 жылы орысқа қарадық деп жазады. Бұл бекер емес. 1846 жылы қол қоюын қойғанмен ұлы жүз қазақтары, оның ішінде албан тайпасы, орыс билігіне оңайлықпен бас ие қоймаған. 1864 жылы Құлжада тараншылар мен дүнгендердің көтеріліс жасаған жыл. Сол көтерілістің шырпауынан сескенген орыс билігі сендерден әскерге адам алмаймыз, тек салық төлесеңдер болды деп келісім жасалған жылы. Сірә сол жыл болу керек. Сол келісім қағазын албандардың аға сұлтаны Тезек төренің киіз үйінде ілулі тұрғанын Семен Тяньшанскийде өз естелігінде жазған. Іргебай ақсақал үйін жарлығын елдің қалай есіп оған қандай қарсылық білдіргенін баяндай келіп, Қарқарада қамауда жатқан ел ақсақалдарын құтқарып алу үшін Әубәкір елінің қалай ұйымдасқанын айтады. Ал көтерілісшілерге қарсы Қарқараға 90 жаяу әскер, 62 атты әскер 28 шілдеде келгенде жазады. Әубәкір даусы зор, ұрысқан кісіде айқайлап сөйлейтін кісі еді дейді. Менің ойымша, Жаркент өзінде болған 1916 жылғы көтерілісті жалпылай Қарқара көтерілісі деп атау дұрыс емес. Өйткені бұл көтеріліс бір ғана Қарқарада емес, бүкіл албан тайпасын жайлап отырған жердің бәрінде веріне өзіне қарайтын Асыда, Түргенде, Шелекте, Жаркент өзіне қарасты Темірлікте, Қырғызсайда, Кетпенде, Жалаңашта, Үшмеркеде, Қарқарада, Талдысуда, Көміршіде, Тасашыда, Нарынқолда, Тұйықта, Түптеде болған. Және сол көтерілісті басқарған жеге батырларда болған. Соның біразын Іргебай ақсақал атап та кетеді. Ал Қарқара орыс билігі орныққан басқару кеңсесі орналасқан жер, сондықтан ол арадағы көтеріліс ең шешуші көтеріліс. Сол Ұзынбұлақ, Жалаңаш, Қарқара төңірегіндегі көтерілісті басқарған азамат тағы да Тазабектің ұрпағы Сұлтанбекұлы Жақыпберді болған. Солай екенін Іргебай ақсақал ап-анық дәлме-дәл айтады. Өзі сол оқиғаның бел ортасында жүрген адамға сенбеуге біздің хақымыз жоқ. 10-шы август күні, яғни август күні түнде Сұлтанбекұлы Жақыпберді бізді бастаған 800 адам шамасындай Қарқара жәрмеңкесіне келді. Бұл жақтан 200-дей кісі қосылып таң ата бергенде Қарқара әскеріне шабуыл жасайды, дейді Іргебай ақсақал. Мемлекеттік мұрағатта осы Қарқара көтерілісін басып жаншыған фон Бергтің де 29 жаста жазба дерегі бар. Ол көтеріліске 5000 адам қатысты деп әдейі адам санын көтермелейді. Ондағы мақсаты өзінің көп адаммен алысқанын көрсету. Ал басқа дерегі көтерілісшілерді Маргунов екеуі қалай қошып алмақ болғаны, оны көтерілісшілердің байқап қалғаны, қарулы әскерге қарсылық көрсете алмай көтерілісшілердің тауға қарай қашқаны, бәрі Іргебай ақсақалдың айтқанымен бірдей болып шығады. Екі деректің үйлес келуі Қарқара көтерілісінің шындығы да
сол екенін білдіреді. Демек, Қарқара көтерілісін басқарған Әлмерек бабаның ұрпағы Тазыбектің немересі Жақыпберді Сұлтанбекұлы. Ал бүкіл Албан көтерілісін бір қолға ұстаған басшы болмаған. Егер Жәменке Ұзақ Әубәкірлерді Серікбайды алдын ала қамап тастамағанда, ол көтерілісі сөз жоқ Жәменке мен Ұзақ басқарған болар еді. Өйткені Қарқараға жиналыңдар, осында бас қосамыз деп асызда жатқан Серікбай Қанаевты Қарқараға шақыртқан сол екі ақсақал болатын. Серікбай Верный уезіне қарайтын Қызылбөрік болысы еді. Осы жағдайдың бәріне ой сала қарағанда, бұл көтерілісті Албан көтерілісі деу қай жағынан да дұрыс екенін көрсетеді. Бәрін айт. Сонау 1846 жылдан 1916 жылға дейінгі арқалықта Әлмерек бабаның ұрпақтары анықтап айтқанда Тазыбек батырдың өзі, оның Әубәкір, Жақыпберді сынды немерелері қазақ тарихының шешуші кезеңдерінде қол бостап, туыстап өткен азаматтар. Албан көтерілісін аяусыз басқан генерал Куропаткиннің мына сөзіне ілекең үлкен мән береді. Жаркент оязындағы Албан қазақтарының бауырындағы текес бойы тұтасымен, шәлкөде жалпағымен Қарқара жайлауы тегіс алынсын. Ілияс Жансүгіров, Жетісу, 2001 жыл 92-93 бет деп келеді. Ол не деген сөз? Ол арада енді қазақтар тұрмайды, енді ол арада орыс автономиясы болады деген сөз. Орыс патшасына қазақтың өзі емес жері керек болғаны осы бұйрықтан өте айқын көрінеді. Соны күні бұрын білген Тазыбек Каблуковскийге қарсы шықса, соны сезген оның ұрпақтары 1916 жылы тағы орыс патшасына қарсы шықты. Бойында ата-бабаның рухы бар қазақ қашанда азаттық үшін алысқан. Албан көтерілісіне қырылған қазақта қисап жоқ. Оны санаған мемлекетте жоқ, адамда жоқ. Фон Берг атып өлтірген жазықсыз ақ ту көтерген болыстың кім екенінде айқындай алғамыз жоқ. Албанды да, бүкіл қазақты да бір ажалдан құтқарып қалған ақпан төңкерісі патша құлады, алайда патша өкіметінің отарлау жоспары большевиктердің отарлауына ұласты. Бірақ ата-бабамыздың азаттық рухы әркімнің бойында әлі де бар. Халқының қамын жеп қаза тапқан Тазыбекте де, оның азаттық сүйген ұрпақтары да қазақ тарихынан өзіне лайықты орын алуы тиіс. Тарих ұмытпағанды халық та ұмытпайды.